Мен бүгін мен Мариям, достар, бүгін біз Ұрысқақ қыздың екінші сериясын түсіреміз. Ай, таң атты, тездету керек. Мен бет қолымды жуып сабаққа барып келейін. Мен деген мамамды қатты қызғанып жатырмын, жаңағы бөпеден деген. Болды, кеттім. Киімімді ауыстырып алайын. Мына киімімді киіп барайын, бұл жолы мектепке. Бірақ бір құрбыммен бірдей болып қалам, осы киімді киіп барайыншы. Анашым. Не болды, қызым? Анашым, мен мектепке кетіп бара жатырмын. Аха, жарайды, бара бер. Мен демалуым керек. Аха, жарайды, анашым, демалып алыңыз. Олай болса, мен кеттім. Сәлематсыз ба, апай? Сәлематсыңдар ма, қыздар? Келдіңдер ме? Я, апай, келдік. Бір не амандаса бересің, амандаспай қойсайын. Не деп жатыр? Орнымыз ауыстырдық ма, не, апай? Я, орындарыңды ауыстырып қойдым. Сен екеуің төбеге отыратын боласыңдар енді. Аха, жарайды, апай. Төбеге не ауыстырып? Болды, тыныш. Мен бірдеңе десем артына сөйлейсіңдер. Ондай тәрбиесіздік деп атайды. Қандай апай өзі мынау. Айтпақшы, кеше мен сендердің тесттарыңды тексердім. Сендердің деген тесттарың өте көп қате бар. Бірақ өте күшті шыққан. Көп оқушы келмепті ғой. Сарыстағы қыз қайда? Апай, бүгін Маржан, Шолпан, Айнұр жоқ. Ой, тағы да ма? Нұргүл дегенмеді ма? Я, Нұргүл де жоқ. Ой, не болған екен оларға? Қоя беріңдер, ал мен сабағымды тыңдаңдар. Бүгін біз жаңа тақырып өтеміз. Яғни, бүгін біз градус деген сабақты өтеміз. Градус. Мен тақтаға жазып жатырмын. Сендер осыны көшіріңдер. Түсінікті ме? Жарайды, апай. Мен тақтаға жаздым, енді соны жазып алыңдар, тақырып қылып есептер шығарамыз. Кеттік, олай болса, есептер шығарайық. Міне, градус деген осылай, қараңдар. Әрқайсының өздерінің өлшем бірлік градустары бар. Яғни, мысалы, мына суретті көріп тұрсыңдар ма? Я, апай, осындай градус дейді. Кім сөйлеп жатыр? Мен сабақты түсіндіріп жатырмын ғой. Апай, ешкім сөйлеп жатқан жоқ. Екеулерін сөйлеп жатсыңдар ғой. Нұрай, Шолпан, олай сөйлемеңдер болды. Мен сабақты қанша аузым ауырып сендерге осыны үйретемін. Ал сендер болса, жарайды, апай, отырмыз ғой, тыныш қана. Болды, тыныш. Мен сабағын тыңдаңдар. Бұл градус деп аталады. Мынау, яғни бұл дегеніміз бөлшек. Бөлшек алымы бөлімі деп аталады. Және де мынаны көшіріп жазып алыңдар. Жаңағы градус өлшем бірлік бүкілі бар осы жерде. Жарайды, апай. Кел екеумізді бірлеп теге жазайық. Осыларда бір сөйлей береді, сөйлемешікте өтірік алдайды дейді. Қыздар, қоңырау болды, сабақ аяқталды. Үй тапсырмасына осыны аяқтау. Жарайды, апай. Сау болыңдар. Сау болыңыз, апай. Кеттік, қайтайық. Жүріңдер бүкіліміз қайтайықшы. Шын жасап кеттім. Күшті дүкен екен, аралауға болады. Бір ана екеуі де біздің артымыздан аңдып келген бе? Қой бер, жүре берсін. Жүрш, айтайықшы беттеріне. Не біздің артымыздан еріп келдіңдер? Аралайтын басқа жерлерің жоқ беді? Не болыпты, сендердің ғана жерлерің емес қой, бізде аралаймыз, араламаймыз, өзіміз білеміз. Я, расында. Кетіндерші бар бәпше. Біз сенімен негізі құрбы болғымыз келмейді, мүлдем. Сен өте жаман қызсың. Білесің бе соны? Сен де осыға жаманға қосылған жамансың. Кетіндерші, бұл менің құрбым.
Рас айтып тұрмыз, бұл мен дос болсаң, өкінесің. Бопты, біз кеттік онда. Жарайды, мен де қайтайын онда. Аналардың айтқан рас шығар. Сен де осылай құрбыларыңмен осылай ұрысып кететін әдетің бар. Сен ұнатпайтын себебім осы. Мен негізінде сенімен құрбы болғым келмейді. Не тұрсың, неге бүкілдерің кетіп қалдыңдар менен? Жынды емессіңдер ме? Жарайды, оны мен кеттім. Жындыма бүкіл кетіп бара жатқан есі бол. Кеттім мен. Қазір жынды екен. Мен оларды нағыз құрбы деп жүрсем, болмайды ғой олай. Мүмкін менікі дұрыс емес шығар. Жарайды, онда мен үйге қайттым. Ой, жота қызым келмей кетті ғой. Ой, кімді айттың сол келеді деген. Қызым, неге жылап жатсың? Анашым, мен бүгін құрбыларым бүкілі мені сатып кетті. Не үшін? Өйткені сен жаман құрбысың, сен бізбен дос бола алмайсың деп, сен әркіммен ұрыса бересің деп тастап кетті. Қызым, оған жылама. Сен сондай мінезіңді түзулеуің керексің. Әйтпесе сен өте жақсы қызсың. Тек әркіммен бір керек емес нәрседе ұрысып кететін әдетің бар. Онда бүгін оларды кафеге шақырда тартуласып алыңдар. Рас айтасыз ба? Әрине, қызым. Жүр, мен саған өте әдемі таңқас дайындап қойдым. Жарайды, анашым, мен бет қолымды бар ұрып келейін. Кел, қызым, алтыным сол менің. Вау, анашым, мындай коктейльді мынандайды әдемі жасап қойыпсыз ғой. Әрине, бүгін ютубтан көріп, саған бола осындай жасайын деп шештім. Ой, рахмет, анашым. Тәм көрейін. Вау, тәтті екен. Рахмет, қызым менің. Өте тәмді. Мына коктейль өте күшті қылып жасапсыз. Маған ондай коктейльдер ұнамайды, сондықтан өзіммен басқаша жасағам ғой. Керемет. Вау, әдемісін ай дәмінің. Тәтті болыпты. Анашым, мен онда құрбыларыммен барып сөйлесіп келейін. Жарайды, сөйлесіп, бүгін оларды яғни кафеге бірге шақыр. Кеттім, онда мен құрбыларымды шақырайын. Алло, қалайсың? Бізге звондамашы вообще. Ой, құрбылар, мен сендерге бір күшті жаңалық айтайын дегенмін. Қандай жаңалық? Тез айтшы бол, біз сенімен сөйлескіміз кеп тұрған жоқ. Қыздар, мені кешіріңдерші. Мен енді сендерге адал құрбы болам. Бүгін сендерді кафеге шақырайын деп едім. Ладно, қай кафе? Яғни ана Шаян кафесі бар ғой. Шаян көшесіндегі. Я, жарайды. Ой, келіңдер, мен сендерді асыға күтем. Ақшасын өзім төлеп берем. Жарайды, барамыз онда. Сау бол. Не деген ойындарым бар менің өзі. Киімімді ауыстырып алайыншы. Ертең мен өзімнің жан құрбыммен бірдей болып киініп алайын. Өте әдем болып. Анашым, я, қызым, не болды? Анашым, мен құрбыларыма кеттім. Шақырып қойдым. Жаным, сол. Жақсы барып қайт. Рахмет, анашым. Болыпты, қызым, жолың болсын. Жарайды. Ой, құрбыларым, сендердің келгеніңе қатты қуанып тұрмын. Жан құрбым менің, мен сен үшін бірге киініп алдым. Ой, екеуміз әдем болып тұрмыз. Сендерден де кешірім сұраймын. Ой, уақасы жоқ. Сен үшеулеріне мына гүлді беремін. Осы гүлді алыңдар. Сендер үшін дәл осы жерден жұлып беріп тұрмын. Күлдірме жадамды. Жүріңдер, кеттік, кафенің ішіне кіріңдер. Кеттік. Жүріңдер. Кететіп көрейік. Келгендеріңе сендерге көп рахмет. Мен сендердің бүкілдерін жақсы көремін. Осы істеген қылықтарым үшін сендерден кешірім сұраймын. Әрине, біз сенің құрбыларыңбыз ғой. Біз сенің құрбыларыңбыз. Біз сені кешіреміз. Онда бүгін бірге паркке барайық кешке жақын. Жарайды.
Достар, осымен кино аяқталды. Сау болыңыздар, біздің арнаға подписаться етіп келіп кетіңіздер.